Көлікті жапырып өткен жүргізуші 20 тәулікке қамалды. 22 жастағы жігітті көлігі бүлінген азаматтар әзер тоқтатқан. Жол апаты Ақтаудағы 19-шы шағын ауданда болды. Ішімдікке сылқия тойып алған азамат Toyota Camry көлігімен үйдің алдындағы автотұрақта тұрған 3 көлікті соққан. Осыдан кейін із суытпақ болып үлкен жолдың бойына шығып кетіпті. Сол кезде тоқтап тұрған тағы бір көлікті зақымдаған. Мұнымен де тоқтамаған мас жүргізуші жылдамдықты одан әрі арттырып 2 көлікке соғылып барып бірақ тоқтаған. Осы кезде оны көлігі бүлінген өзге азаматтар ұстап алып соққыға жығыпты. Кейін күдіктіні полицейлер алып кетті. Тәртіп сақшылары 22 жастағы азаматтың көлік құралын басқару құқы жоқ екенін айтады. Зардап шеккендер жоқ. Toyota Camry автокөлігінің иесіне Қазақстан Республикасы әкімшілік кодексінің 608 бабы 6 бөлігі бойынша әкімшілік хаттама толтырылды. Жүргізуші қалалық әкімшілік сотының шешімі бойынша 20 тәулікке Ақтау қаласы полиция басқармасы арнайы қабылдағышына орналастырылды.